Қайырлы күн, достар. Мен бүгін өзбек фильмі Сагдиана туралы айтатын боламын. Сагдиана негізі бұл кино Сагдиана және оның әкесі туралы. Негізі әкесі түрмеден шыққан және оның бұрынғы әйелі балалар үйінде тәрбиеші болып жұмыс жасайды. Түрмеден шыққаннан кейін өзінің бұрынғы әйеліне кешірім сұрап, одан кейін жаңа өмір бастайық деп осы балалар үйіне барады. Бірақ әйелі бас тартып, одан кейін сенімен өмір сүрмеймін деп бірден бас тартады. Содан ол ашуланып далада отырғанда кішкене 6 жастағы қыз ойнап жүріп, басқа балалар Сагдиананы ұрып жатады. Сол кезде бағанағы ер адам осы кішкене қызды құтқарып қалады. Одан кейін кішкене қыз осы ер адамды қатты жақсы көріп, менің әкем болшы, мені алып кетші, балалар үйінен мені алып кетші деп қатты жылайды. Содан кейін жаңағы ер кісі, мен Сагдиананың әкесі ғой, ана кішкене қызды асырап алуға бел байлайды. Бұл қыздың аты Сагдиана. Сөйтіп қызды асырап алады, екеуі бірге жақсы өмір сүреді. Қызға күнде тамақ дайындап, кітап оқып, тіпті би үйірмесіне қызды жазады. Одан кейін енді бірден 20 жылдан кейінгі өмірді айтқан. Одан кейін Сагдиана үлкен қыз болған, өте әдемі, сұңғақ бойлы, өте көрікті болып, тіпті тік мінезді болып. Сагдиана өзі сұлулық салонда шаш жасайтын маман болып жұмыс жасайды, және бос уақытында бимен, тангомен айналысады. Сөйтіп жүргенде, осы бимен айналысып, биге қатысып жүргенде, би жарысы болып жатқанда, бастықтар дейді ғой, енді бір бастықтар осы Сагдиананы көріп қалып, ұнатып қалады. Одан кейін жаңағы бастық жігіт, ол енді аты Рүстем. Рүстем осы Сагдиананы қатты ұнатып қалып, осы бидегі қыздардың барлығына бір үлкен здание дейма, үлкен би алаңын сатып алып береді. Сөйтіп екеуі жайлап жүре бастайды. Анау Рүстем Сагдиананың артынан қалмайды, іздестіре бастайды. Қатты ұнатады. Кейін жақын досынан естиді қыздың жетімханада өскенін және әкесінің инвалид екенін. Әкесі екеуі ғана бір үйде өте кедей өмір сүреді. Әкесі ішетін және темекі шегетін адам болған. Ол осы уақытқа дейін жұмыс жасап, қызға жақсы тәрбие беріп, жақсы оқытқан. Бірақ соңғы 3 жылда қатты ауырып, екі аяғы сал болып қалған. Сөйтіп коляскамен, арбамен жүретін болған. Ол әкесіне өте қамқор болып, Сагдиана жақсы қарайды. Кейін жаңағы Рүстем сонда да осы Сагдиананы қатты жақсы көріп, артынан қалмай танысады. Кейін көмектесемін, әкеңе де көмектесемін, саған да көмектесемін деп енді әкесімен танысуға барады. Бірақ әкесі оған бірден жоқ деп айтады. Өйткені ол Рүстем деген өте бай, ауқатты жігіт болады. Папасы прокурор және анасы да бір беделді әйел болады. Сагдианаға қатты айтып тастайды: сен жетім қызсың, және сен әкең түрмеден шыққан, сені бәрібір келін қылып алмайды, келін қылып алғанның өзінде де сені олар құрметтемейді деп. Ол махаббат деген ол жай ғана қалады деп қатты айтады. Соған жынданған жігіт долданып шығып кетеді. Кейін екеуі, қыз қанша келесі жолы Рүстем қызға Сагдианаға келеді: екеуміз үйленейік, мен саған әкеңе қараймын және жақсы ауруханаға жатқызамын деп. Бірақ Сагдиана оған келіспейді. Мен әкемді ешқайда апармаймын және мен тастап кетпеймін деп бірден бетіне айтады. Оған жігіт қатты жынданып, тіпті ішіп те кетеді. Одан кейін біраз уақыт жүреді, қыздың соңынан қалмайды, алыстан бақылап жүреді. Қыз оған мән де бермейді, тіпті қарамайды да. Ашу ызаға булыққан Рүстем бір күні әкесіне үйіне келіп, әкесін өлтіреді. Бірақ сол кезде бұрынғы Сагдиана берген пышақ байқамай қалтасынан түсіп, сол жерге қалып қояды. Кейін үйге Сагдиана келсе, әкесі өліп жатыр екен. Бірақ оны Сагдианаға айтпайды, мен өлтірдім деп. Ол не үшін дейсіздер? Өйткені ол өлмесе, Сагдиана оған қарамайды. Ол өйткені Сагдианаға қатты ғашық. Егер де әкесі жоқ болса, екеуі қосылып бақытты өмір сүрем деп ойлайды. Сөйтіп әкесін өлтіріп тастайды. Кейін Сагдиана екеуі қайтадан татуласып, бірге көңілді жүріп, жақсы жүреді екеуі. Одан кейін Сагдиана бір күні үйін, суға түскен жерлерін жинап, полын жуып жатқан кезде, сол баяғы Рүстемге берген пышақты тауып алады. Сол кезде оның әкесін Рүстем өлтіргенін біліп қояды. Сөйтіп жынданып Рүстемнің жұмысына барып айғайлайды: сен малсың, сен адам өлтіргішсің деп. Сен енді маған келме, енді сені жақсы көрмеймін деп, енді қатты айтып тастайды. Кейін оған
көзінің қиығында салмайды Сагдиана, ал жігіт Рүстем оның әкесі түсіне кіреді, тіпті ішіп клубтан шықпайды, адамдармен төбелеседі, кейін мінезі жаман болып кетеді. Кейін бір күні клубқа келсе, Сагдиана өзінің бұрынғы досымен клубқа кіріп бара жатады. Сол кезде Сагдиананы ұстап қалады. Сен неге бара жатырсың, ол жақ жаман, ол жақта тек қана жаман қыздар ғана барады деп. Сөйтіп Сагдиана айтады, сен де адам өлтіретін адамсың, сен де жамансың деп жынданып неге клубқа кіріп кетеді. Сөйтіп Сагдиананың артынан қалмайды, сөйтіп оған қызғанышпен қарап бұрынғы пышағымен қызды өлтіреді. Кейін бұл әңгімені бұл жігіт өзі жынданып кетіп психбольницаға осы Рүстемді жатқызады. Қанша әкесі дәрігерлерді салғанымен ол Рүстем жазылмайды. Бір күні басқа елден жақсы психиатр дәрігер шақырады. Сол кезде осы жаңағы Рүстем өзінің өмірбаянын, не үшін бұндай болғанын, қалай осы күйге жеткенін, осы Сагдианаға байланысты және осы қызға қатты ғашық болғанын айтып береді. Осымен кино аяқталды. Өте қызықты және аянышты фильм. Соңы енді аянышты аяқталды. Осы киноны көріп тамашалауларыңызды сұраймын. Егер де осындай тағы да қызықты фильмдерді көргілеріңіз келсе, лайк басып, подписать етіп қойыңыздар. Жақсы сау болыңыздар.